Баршаңызға сәлем, каналымның құрметті көрермендері. Сіздермен Динара. Бүгін мен нәзік және жұмсақ бризоль рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін келесі ингредиенттер қажет: жұмыртқа, тартылған тауықтың төс еті, тұз және сүт. Ыдысқа жұмыртқаны жарып, тұз, тартылған тауықтың төс еті мен сүт қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Барлық ингредиенттердің пропорцияларын описание бөлімінде жазып қалдырамын. Газ плитаға табаны қойып, алдын ала қыздырып, осылай майлаймыз. Сол кезде бризоль тағамы аса майлы болмайды. Дайын сұйық масса жан-жаққа шашырап кетпеу үшін видеода көрсетілгендей табан түбіне жақындатып құю керек. Осы сәтте қасықтың көмегімен шеңбер жасаймыз. Жасап болғаннан кейін табан бетін жауып, баяу отта 1 минутқа жетпей пісіреміз. Дайын болған кезде білінеді, беті құрғақ, әрі тауық төс еті осындай ақ болады. Негізі өте тез дайындалады. Шеңбердің бір беті дайын болған кезде осылай аударып, тағы 1 минутқа жетпей пісіреміз. Дайын болған бризольді үлкен ыдысқа аударып, сәл суытып аламыз. Соус және салмасын сіздің талғамыңызға қарай қосуға болады. Салқындатылған бризольді дайындалған соуспен майлап және оны қызанақпен толтырамыз. Гарнирға пюре салып, балғын қиярмен безендіріп қойдым. Мінеки бризоль тағамы дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Және сіздерге айта кетейін,
дәмді пюрен рецептісі каналымда бар, көрсеңіздер болады. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер.